Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін жұмыртқа мен жусай қосылған чебурек дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналға жазылып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен чебуректің қамырын дайындаймыз. Ол үшін 250 грамм ұн, 20 грамм ыстық қайнап тұрған су және оған 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май қосып, барлығын араластырып қамыр илейміз. Бізде осындай жұп-жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді қамырды бетін жауып жарты сағатқа қалдырамыз. Екі 250 грамм жусайды ұсақтап турап аламыз. Төрт жұмыртқаға кішкене тұз қосып, араластырып, майға кішкене қуырып аламыз. Жұмыртқаны қуырып болғаннан кейін жусайды қосып 1-2 минут қуырамыз. Енді жусай мен жұмыртқаға кішкене тұз, қара бұрыш, сұйық май қосып араластырамыз. Дайын болған қамырды бірдей 8 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырды жұқа етіп жайып, арасына салмасын салып, екі шетін бүгіп шығамыз. Енді чебуректерді қызып тұрған майға салып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Осымен чебуректер дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және видео ұнаса, видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.